Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 33-те 9-шы есепті шығарамыз. 33-те 9. Берілгенін жазайын. Бірінші. 2 қосылған x-тің кубы минус x квадрат. 6 қосылған x тең 11x минус 19. Бұл есепті біз мына формула арқылы шығарамыз. А қосылған v-ның кубы тең болады а куб плюс 3а квадрат в қосылған 3а в квадрат қосылған v-ның кубы. Осы формулаға саламыз. Қазір біз мына жақшаны ашып алу керекпіз. Осы формулаға саламыз. Кеттік, жазайық. 2-ның кубы қосылған 3 көйтілген 2-ның квадраты көйтілген x қосылған 3 көйтілген 2 көйтілген x-тің квадраты қосылған x куб минус 6 x-тің квадраты минус x куб тең болады 11x минус 19. Енді бұл жерде біз ашып жазып алайық. 2-ның кубы бізде 8 қосылған 2-ның квадраты бізде 4 болады. 4-ті 3-ке өтсек 12x қосылған 3-ті 2-ке өтсек 6 x квадрат 6x квадрат плюс x куб минус 6x квадрат минус x куб 11x-ті өткізіп алайық мына бетке. Сонда минус 11x тең болады 19 болады. Енді осы жерден біз қысқаратындарды қысқартпасақ 6x квадрат пен минус 6x квадрат қысқарады, себебі таңбалар бір-біріне қарама-қарсы. Сонымен қатар x куб пен x кубты қысқарып кетеді, таңбалар қарама-қарсы. Енді бұл жерде бізде 12x пен 11x қалды. 12x-тен 11x-ті алсақ бізде 1x қалады, 1 жазылмайды, x-тің өзі қалады, тең болады 19. Так, 8 бізде плюс, теңдік мына бетіне өтсе минусқа өзгереді. Сонда x тең болады 11. 33-те 9-шы есептің жауабы шықты. Бұл жерде біз x тең 11-ге тең болды.